Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армандар адамның өміріндегі ең маңызды қозғаушы күштердің бірі. Олар бізді алға жетелеп, өмірімізді мәнді және мақсатты етеді. Бірақ арманға жету тек қиялмен немесе тілектен тұра алмайды. Бұл нақты жоспар, табандылық, күш-жігер және сенімнің нәтижесі. Сондықтан арманыңызға жету жолын білу маңызды. Біріншіден, арманды нақты анықтау қажет. Көп адамдар армандарын жалпы сөздермен сипаттайды. Мен табысты болғым келеді, мен бақытты болғым келеді. Мұндай арман нақты емес, сондықтан оған жету жолын жоспарлау қиын. Арманыңызды нақты, өлшенетін және уақытпен шектелген етіп қойыңыз. Мысалы, мен келесі 3 жылда өзімнің жеке бизнесімді ашып, айына 1 миллион теңге табысқа жетемін деген сияқты нақты мақсат сізге нақты бағыт береді. Екіншіден, үлкен арманыңызды кіші мақсаттарға бөліңіз. Үлкен мақсатқа бірден жету қиын, бірақ оны бірнеше кезеңге бөліп, әрқайсысына жетуді жоспарласаңыз, процесс жеңілірек болады. Мысалы, егер сіз белгілі бір мамандыққа жетуді армандасаңыз, алдымен сол сала бойынша білім алу, курстардан өту, тәжірибе жинау, тәжірибелі адамдардан кеңес алу секілді кезеңдерді белгілеу маңызды. Бұл тәсіл әр қадамды нақты әрекетке айналдырады және сізді мақсатқа біртіндеп жақындатады. Үшіншіден, нақты жоспар құру қажет. Мақсатқа жетудің стратегиясын жазып алыңыз. Күнделікті, апталық және айлық міндеттерді белгілеңіз. Уақытыңызды тиімді пайдалану жетістікке апаратын маңызды фактор. Күн сайын аздап болса да мақсатқа жұмыс жасау үлкен нәтижеге әкеледі. Күн сайын бір жақсару қағидасы сізді табандылыққа үйретеді және мотивацияңызды сақтайды. Төртіншіден, өзіңізге сеніңіз. Арманға жетудің кілті сенім мен табандылық. Қиындықтар мен кедергілер болады, бірақ олардан қорықпаңыз. Қателіктер бұл сәтсіздік емес, тәжірибе. Әр сәтсіздіктен сабақ алып, қадамдарыңызды түзеп қайтадан алға ұмтылыңыз. Бесіншіден, дұрыс адамдармен байланыс орнатыңыз. Өз саласында тәжірибелі адамдардан кеңес алу, олардан үйрену өте маңызды. Жақсы орта адамның дамуына ықпал етеді, мотивация береді және жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Сонымен қатар, рухани және психологиялық қолдау алуда армандарға жетуді жеңілдетеді. Алтыншыдан, тұрақты әрекет жасаңыз. Арман бір күнде орындалмайды. Күнделікті әрекет, еңбек, дайындық және шыдамдылық қажет. Әр күні кішкентай қадам жасап, арманыңызға жақындаңыз. Мотивацияны сақтау үшін арманыңыздың мәнін есте сақтаңыз, оған жеткенде өміріңізде қандай өзгерістер болатынын елестетіңіз. Қорытындылай келе, арманға жету бұл нақты мақсат қою, жоспарлау, табандылық, сенім және тұрақты әрекеттен тұратын ұзақ процесс. Арманыңызды нақтылап, оны кіші қадамдарға бөліп, жоспарлы түрде әрекет етіңіз. Қиындықтардан қорықпай, қателіктерден сабақ алыңыз, дұрыс адамдармен байланыс орнатыңыз және әр күнді мақсатқа жақындау үшін пайдаланыңыз. Сол кезде арман сіздің шынайы өміріңізге айналады. Достар, каналға тіркеліңіз, бірге армандарға жетіп, жақсы амалдарды арттыралық.